Аманту биллахи. Алла Тағалаға иман еттім. Ва малаикатихи. Періштелеріне иман еттім. Ва кутубихи. Кітаптарына иман еттім. Ва русулихи. Пайғамбарларына иман еттім. Вал яумил ахири. Ақырет күніне иман еттім. Ва бил қадари хайрихи ва шаррихи миналлахи та'ала. Жақсылық мен жамандық Алла Тағаладан болатындығына, тағдырдың Алланың қалауымен болатындығына иман еттім. Вал бa'си бa'дал маути хаққун. Өлгеннен кейін қайта тірілу ақиқат екендігіне иман еттім. Бұл иманның негізгі 7 шарты. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Алла Тағаладан басқа тәңір жоқ екендігіне куәлік етемін. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алланың құлы әрі елшісі екендігіне куәлік етемін. Міне бұл сөз иманның 7 шартын қамтиды. Әл-иману иқрарун бил-лисани. Иман дегеніміз тілменен айту, тасдиқун бил-қалби, жүрекпен сену. Бұл иманның шарттарын тілімен айтқан, жүрегімен сенген кісі мұсылман болады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде Құл аманту биллахи вал яумил ахири. Алла Тағалаға сендім деп айт. Вал яумил ахири. Ақырет күніне сендім де. Фуммастақим. Онан кейін тура бол дейді. Яғни біз Алла Тағаланы бір деп сенгеннен кейін Алланың дінін жеткізуші пайғамбарымызға сенуге тиістіміз. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам сену, пайғамбарымыздың әкелген дініне толықтай сену, мойын сұну деген сөз, бағыну деген сөз. Біз Алла Тағаланың ежелден бар екендігіне, соңы болмағандығына сенеміз. Алла Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Біз Аллаға мұқтажбыз. Алла Тағала көреді, естиді, біледі. Аллаға жасырын еш нәрсе жоқ. Лайса камислихи шай. Алла Тағала ешбір затқа ұқсамайды. Біз күнделікті 5 уақыт намаз оққанда Фатиха сүресін оқимыз. Фатиха сүресінде Ияка нa'буду, саған ғана ғибадат қыламыз. Ва ияка настаин, сенен ғана жәрдем тілейміз деп күнделікті оқимыз. Яғни біз Алладан ғана жәрдем тілейміз, бір Аллаға ғана ғибадат қыламыз. Алланың затында, сипаттарында ортағы жоқ.